Рушан. О, Саған сұрақ қоямын қазір. давай. Біз екеуміз үйленбей тұрып та жұмыс істедік қой бірге. Вот үйленбей тұрып бірге жұмыс істегеннің плюсы қандай? Үйленгеннен кейін не өзгерді? Үйленбей тұрып бірге жұмыс істегеннің плюсы, үйленгеннен кейін де екеуі бірдей, но то есть плюстары. Үйленгенге дейін в основном енді мен саған полностью өзім не білем бәрін үйретіп қойғаннан кейін мен саған өзіме сенгендей сеніп тапсыра аламын барлық нәрсені. Басқа точкаға съемка болып жатса, ол жаққа да жібере аламын. Басқа қаншама жылдық опыты бар операторларды жібергендей бәрібір ондай сеніп тапсыра алмаймын бәрібір. Өйткені әркім өзінің косягын жасыруға тырысып тұрады да, бірдеңе дұрыс емес түсіріп қойса да, дұрыс емес жасап қойса да. Бүйте саласың ғой, жүйте саласың ғой деп. Вот үйленгеннен кейінгі плюсы мен саған түсіндіргім келген нәрсені телефонмен айтып отырып түсіндірмеймін да бұрынғыдай. Мен саған қасыңда отырып айтып түсіндіремін. Сен түсінбей жатқан нәрсең болса да, или өзім көрсеткім келіп бір нәрсені айтып жатқан болсам да. Вот, еще қызғанып жүрмейсің, қаяқтасың, андасың ба, мындасың ба деп саған тексеріп дегендей. Басқа екі бөлек жұмыс істегеннен кейін енді әркімде әртүрлі ғой енді, но қызғаныш болады ғой бәрібір. Рас деп ойлаймын ондай. Бірін-бірі қызғанып, қайда жүрсің деп. Үйленгеннен өзгерген тағы бір плюс, мне кажется, мен өзімде тұрған кезде шаруаларым болып қалады ғой. Мен монтаж істей алмай қаламын. Қазір осы жерде мысалы мен шаруаларым болып жатса да, срочно болып тұрса таста деп айта аласың ғой сен. Отырып жасап істейік деп. Мен емдегі солай айта алмайсың. Вот главный плюс, иә. Срочно бірдеңе бар ма? Отырып тез жасап тастауға болады. Сіздерде бірге жұмыс істеген паралар, жұмыс істейтін паралар, точнее. Вот сіздерде қалай? Мен үшін плюстарын айтайын ба? Мен жұмысқа қалай барам, жұмыста қарным аша ма, біреуден сөз естейін ба деп вообще уайымдамаймын мен. Қалай қайтамын үйге деп. Сол главный плюсы. И бірге істегенде қызғаныш болмайды деген, мне кажется, өтірікше. По-любому андай моменттер болып қалады, байқайсың ба? Қызғанып қалатын ше. Болады. Мысалы, сенің ортаң более орыстармен, кореецтермен істегесін. Оларда мысалы бетінен сүйіп амандасу нормально, сен қызғанып қаласың. Сондай моменттер болып қалады. Қазақтың арасында. Сосын мен алсам привет деп қашып жүремін сосын. Кстати, бізде уже ондай правила болып қалды, бәрін бір привет деп қана, или просто қол соғыстырып. Иә, солай ғана қашып жүремін мен, сен қызғанып қалмасын деп. Сен де мысалы қыздармен өйтіп амандасуды қойдың. Сен де сөйтіп алыстан қашасың. Кім қойды өйтіп амандасуды? Жаза кетіңдер. Кімнің әйелі күйеуі қызғаншақты лайк басып кетіңдер. Немесе плюс жаз кетіңдер. Минустарын келесі видеода айтайық енді. Минустарын келесі видеода айтайық. Келесі кездескенше.